Гүлшат Жолдаспен бір класста оқиды. Екеуінің үйі көрші болатын. Жолдас әкесі екеуі ғана тұратын. Анасы ертеректе қайтыс болған екен. Гүлшаттың әке-шешесі көршілерінің жағдайына қарайласып, қолдарынан келген көмектерін аямаушы еді. Гүлшат болса, Жолдастың үйін жинасып, тіпті тамақтарын пісірісіп, олардың бір туысындай етене болып кеткен. Ал Жолдас өздеріне үнемі көмектесіп, сыңғырлай күліп, қылдыран қағазыр жүгіріп жүретін кішкене ғана көрші қызды өзге бұзық балалардан қорғау міндетім деп сезінетін. Мектепке барар жолда оның сумкасын көтеріп апаратын, сабақтан шыққан соң үйге дейін әкеліп салуды әдетке айналдырған. Өзге ұлдар Гүлшатты жанына жолай алмайтын, тіпті сәл бірдене айтып қасына жақындай қалса, Жолдас жетіп келетін. Бүкіл көшедегілер де, мектептегілер де Гүлшаттың қорғаушысына үйреніп қалған. Басқа қыздардың бұрымынан тартып, қолындағысын жұлқып, әрі-бері итеріп жататын тентек балалар бұған жолай қоймайды. Себебі бойы ұзын, мығым денелі, спортпен айналысатын, мінезі де қаталдау Жолдасқа қарсы тұруға шама қайда. Гүлшат қыз сабақты да жақсы оқиды, мінезі де ашық, көпшіл, өзі бір көргенді жалт қарататындай көркем болып өсіп келеді. Мектептің көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысып, ән салып, тақпақ айтып, би билеп, белсенділік танытып ақ жатады. Көрші қыздың үйірме жұмысына қатысатын күндері Жолдас еш шаруасы жоқ болса да, мектеп ауласында жүріп, сыртынан қарауылдап қояды. Бір күні қызық оқиға болды. Оқушылардың біреуі соңғы партаның бетіне Жолдас Гүлшат деп жазып кетіпті. Оны көре салып екеуі де қызарып, ұялып қалды. Әлде бір ішкі құпия ашылып, жалаңаштанып қалғандай болды. Бәрі екеуіне қарап тұр. Жолдас өзінің досы Ерланға көз салды. Ол жалма-жан тақта сүртетін шүберекті алып, партаның бетін ысқылай бастады. Қалған балалар орындарынан тарасты. Гүлшат та бетін басып өз партасына отыра қалды. Сол күні де сабақтан екеуі әдеттегідей бірге қайтты. Жолдас болса ештеңе болмағандай жайбарақат келеді. Көрші ұлдың сабырлы қалпы Гүлшатты да сабасына түсірді. Іштей жымиып, қуанып қояды. Түк болмағандай жайдары қалыпты әңгімелесе жүріп, үйлеріне де таянды. Бұны үйінің қақпасына кіргізіп, өз үйіне бет алған ұлдың артынан қарап тұрған Гүлшаттың кішкене жүрегі қуанышқа толып тұр еді. Жолдастың әкесі де Гүлшатты жақсы көреді. Оның пісірген тамақтарын тамсана мақтап, сәл келмей қалса іздеп отырады. Екі үй тату қонысы болып, көрші ақысы, тәңір қақысы деген қағидамен балаларын дұрыс тәрбиелеп, тыныш өмір сүріп жатты. Сөйтіп жүргенде Гүлшат мектебін бітіріп, мұғалімдер дайындайтын институтқа оқуға түсті. Жолдас әскер қатарына кетті. Сабақтан кеш қайтатын Гүлшаттың жолын оның анасымен бірге көрші атасы Мұрат Ақсақал да қарайлап жүреді. Көше бойында оған көңіл аударып, сөйлесе қалған жан болса, Ақсақалдың назарынан тыс қалмайтын. Жолдастан хат келсе, Гүлшатқа көрсетіп, сәлем жолдап жатқанын айтып өтетін. Баласы кеткен соң жалғыз қалған Ақсақалдың көршілері жалғыз sıратпай көмектесіп ақ бақты. Жатар орны бөлек демесең, туыстарындан арман сыйласып, дәм тұздастарып, бөлісіп, араласып, құраласып жатады. Бір күндері әскерден аман есен Жолдас та оралды. Бұрынғыдан бетер бойы өсіп, келісті жігітке айналыпты. Келе сала шопырлық жұмысқа тұрып, әрі әкесі жинаған ақшасына жеңіл машина алып беріп, бір қарқ болды да қалды. Гүлшат сабақтан қайтар кезде оны үнемі күтіп алып, баяғыдай үйге әкеліп сала бастады. Жолдас-ау, 2 жыл бойы маған бір хат жазбадың ғой деген қызын назына көп сөйлемейтін қалпымен жайлап бір қарап алып, мен хатты келістіріп жаза алмаймын. Сен оны білесің ғой. Мектепте маған шығарманы өзің жазып беретініңді ұмыттың ба? Деді. Гүлшат еріксіз сыңғырлай күлді. Уақыт дөңгелегі зырылдай айналып, Гүлшат та оқуын аяқтады.
үйлерінің жанындағы мектепке мұғалім боп орналасты. Балаларының үн-түнсіз жүрулеріне шыдамаған Мұрат ақсақал көршілеріне барып, Гүлшатты айттырып, әкесіне құда түсті. Дүрілдеп той да өтті. 2 жас отау құрып, ын-жынсыз тірлік кеше бастады. Мұрат ақсақалдың сұрғылт тартқан үйіне Гүлшатпен бірге әр кірді. Жылылық тарап, шуаққа бөленді. Гүлшаттың көңілді мінезі, сыңғыр күлкісі, наздана салған әні үйді думанға толтырып, керемет бір тірлік орнады. Жолдас дейтін келіншегі, сен мені ұнататындығыңды неге өзің айтпадың? Атам болмаса, екеуміз әлі үйленбей жүре берер медік. Мен сені бала кезімнен ақ жақсы көрдім, бірақ саған айтуға батпадым. Сен сондай сұлу, ақылды, білімді қыз болдың ғой. Мен саған тең бола алмайтындай сезіндім. Егер менің жақсы көретінімді өзі байқамаса, жүрегіне қаяу түсірмейін деп ойладым, дейтін күйеуі. Ал мен сенің жақсы көретініңді сездім. Сондықтан да басқа ешкімге назар салмадым. Егер атам айттырып құда түспегенде сені өзім алып қашатын едім, деп наздана күледі бақыттан басы айналған Гүлшат келіншек. Жолдас сол бала кездегідей Гүлшат не айтса соны орындап жүре береді. Гүлшаттың аяғымен бұл үйге құт оралды. Жағдайлары реттеліп, сыңғырлаған 2 қабатты үйде салып алды. Ішін соңғы заманға лайық дүниеге толтырып, безендіріп ақ қойды. Атасының Гүлшат десе шығарға жаны басқа. Келіні емес, туған қызындай еске еркелетіп, бар шаруаны келінмен ақылдасып шешеді. Атасы ғана емес, бар туыстар, көрші көлем, жұмыстастары Гүлшатты мейірімділігі, әр істің жөнін білетін ақылы үшін бағалайды. Той думан, өлім жітімді оның қолын керек ететін ас мәзірлері ақ Гүлшаттың қадірін арттыратын. Тек бір ғана нәрсе Мұрат ақсақалдың күрсінуін ұлғайтып ақ барады. Үйленгендеріне 10 шақты жылдан жүзі болса да, үйден нәрестенің былдыры естілмей қойғаны, келінінің келісті құлын мүшесі бұзылмаған денесіне елеусіз көз салып, еш өзгерістің байқамағанына өзегі өртеніп ақ кетеді. Соңғы уақытта жолдас та даладан ішіп келуді молайтты. Бірақ Гүлшат өз мінін сезе ме, күйеуіне еш ренжу байқатпады. Қайта кешіксе іздеп шығып, кезекті бір жанжалдан, айқай-шудан құтқарып алып келеді. Ішуін бірге ішкенмен, біраздан соң жігіттер жолдастың карта ойнағанда төбелеске бейім тұратын мінезіне шыдай алмай, өздері ақ Гүлшатты шақырта жіберетін. Күйеуінің бір жақсы жері Гүлшаттың сонадайдан сұлбасы көрінгеннен сабасына түсіп, ыржындай күліп, үнсіз ілесіп жүре береді. Сондай бір кезекті жорықтан соң атасы келінінің қабағының қызарып, әппақ жүзі алауытып тұрғанын байқап, балам, ауырып тұрған жоқсың ба? Әлде ана есерсоқ саған бірдеңе деді ме? Деп сұрады. Жоқ ата, бәрі де дұрыс. Жолдас маған ештеңе демейтінін білесіз ғой. Ұлыңызға ана мейірімі жетпегендіктен бе, мені көп еркелетпегенімен, көңілімді де қалдырмайтынын көріп жүрсіз. Кінә менде сияқты. Алтын босағаңызды қуартып қойдым ғой, деп өксіді. Ей балам, ол сенің кінәң емес. Бар пәле менің бір ауыз артық айтқан сөзіме байланып қалған тәрізді. Ашуың мен қарғысыңды да байқап айт. Қабыл болатын сәтіне тап келсең, кейін өкініп қалма, деген ата-баба ескертуін ұмытып, қайғы үстінде артық сөйлеген тәріздімін. Сол артық тілек босағаға ілініп қалғандай, бәрі содан болды, деп күрсінді атасы. Келіні үнсіз антарыла атасының аузына қарап қалды. Мұрат ақсақал ішкі сырын ақтарып отыр. Қалимаш енесімен танысқанда атасы 30-ды орталап 40-қа таяп қалған сұр бойдақ екен. Үлкен қаладан оқу бітіріп келген Қалимаш сұлуға бірден ғашық болыпты. Қыз да осы бір ақыл тоқтатып, өмірдің мәнін түсінетін
қайырымды жігітті жан тәнімен беріле сүйді. Жарты қалаға аңыз болған сұлу махаббатты бастан кешіре жүріп, екеуі 2 жылдан соң үйленді. Мөлдіреген қара көзі қарақаттай болып, тұнжырап тұратын бидай өнді сұлудың өзіне бұйырғанына Мұрат бірде сеніп, бірде сенбейтін. Келіншегінің қабағына кірбің түсірмей аялап бақты. Тіпті қатты қысып сүюге де қимай, нәзік тұлғалы арудың ана болуға дайындалып жүрген керемет сәнді кезін мәпелей күтетін. Айырылып қалатындай сезініп, жұмысы біте сала үйіне қарай құстай ұшатын. Бақытты күндер тез зулай ма, кім білсін. Көзді ашып жұмғандай уақытта 9 ай 9 күнде кетіп, Қалимаштың босанар шағы жетті. Толғаға ашы болып, жас келіншек қатты қиналды. Бүйрегінің дәмкәсі бар екен. Содан қан қысымы көтеріліп, дәрігерлер баланы ғана сақтап қалуға шамалары жетті. Мұратжан, балаң саған аманат, атын Жолдас қой. Мен саған өмірлік жолдас бола алмадым. Ұлың жолдасың болып, жоғыңды толтырсын, деді Қалимаш қоштасып жатып. Қазақтың әлі жететіні Құдайға тіл тигізу ғой. Мұрат та қайғы үстінде есеңгіреп отырып, Құдай, Қалимашты алғанша маған бала бермей-ақ сүйгенімді қалдырсаң болмай ма деп зар еңіреді. Кішкене ұлын құшақтап қалған жігіт ағасы енді қайтып үйленген жоқ. Баласына бар өмірін арнағанымен келіні айтпақшы, ана мейіріміне қандыра алмағаны анық. Іші өртеніп, өзегі күйіп, біраз уақыт араққа да салынды. Бірақ өзі барда мәңгі естен шықпас Қалимашының аманаты, ұлының алдындағы жауапкершілігі есін тез жидырды. Енді міне бір кішкене қызыл шақаға зар боп отырғандары. Ата, деді Гүлшат көзі жасаурап, перзентханадан бір бала асырап алайық. Мүмкін сонда жолымыз ашылар. Жолдас екеуміз сізге айтуға батпай жүредік. Жаратқанның бізге де берері бар шығар. Қолымызды қақпаңызшы, батаңызды беріңізші. Екеуміз кішкенеден бірге өстік қой. Мен жолдассыз өмір сүре алмаймын. Қарағым, ниетіңді Аллаң оңғарсын, деді атасы даусы дірілдеп. Содан бері де 2-3 жылдан шамасы болды. Атасы қайтыс боп кетті. Гүлшат пен Жолдастың тірлігі бір қалыпты өтіп жатыр. 30-ды орталап қалған келіншек нағыз бабында, сұлу да сылқым. Сері жігіт Жолдас жапырып еңбек етіп, ел ағасына айналып келеді. Үйлері бұрынғыдай береке мен бірлікке толы. Екеуінің әр таны қуанышпен арайлап атып, жайшылықпен жадырай батады. Әкесі мен анасының махаббат тарихын, бір-біріне деген пәк сезімдерін, қартайғанша бір болмадық деп ұрған армандарын естігелі, Жолдастың жүрегі бұрынғыдан да жыли түскен. Арақ деген әзәзілден алшақтап, мамыражай бір тірлік бастаған. Оның үстіне тағы бір жаңалықтың жаршысындай болып, перзентханадан хабар жетті. Содан бері екеуі де жүректері лүпілдеп, қызды болатындарын естіп, естері шықты. Оларға шақырту қағаз келді. Апыл ұшып перзентханаға да жетті. Жаза басып, опық жеп, некесіз босанған жас келіншектің қайтыс болғаны айтылды. Туыстарының баладан бас тартқаны себепті кезекте тұрған бұл екеуіне соның тапқан қызын асырауға беруге шешім шыққанын естігенде есеңгіреп қалды. Әсіресе Гүлшат не істеп, не қоярын білмей абдырады. Көрінген затты бір ұстап, матаның ұлпасын іздеп, дүниенің жұмсағын таппай сандалды. Бұрынғы әр істің жөнін келтіретін алғырлығы қайда қалғанын білмейді. Төрдегі атасы мен енесінің суретіне қарап жылай береді. Кішкене қыз селдіреген бұйралау қара шашты, қып-қызыл шақа арық екен. Жұп-жұқа еріндерін жымқырып алып, жан-жағына басын бұрып, ұмсынып, емшек іздейді. Өзін тас қып орап тастапты. Сонда да болса, тіршілік иесі болғандықтан бұлқынып, тас орамға өзінше қарсылық жасап, тамақ сұрап, іңгәләп қояды.
тумай жатып шешесінен айырылғаны есте жоқ. Қарны ашқан болуы керек. Ашқарақтана сүт іздеп ұмсынып-ақ жатыр. Қаймыжықтай жұқа қара қастарын қозғалтып қабағын түйген болады. Балаға төніп есі шығып отырған келіншектің иығын біреу түрткен сияқты. Гүлшат еріксіз басын көтерді. Көзі төрдегі енесінің суретіне түсті. Жас та сұлу, қара торы, қоланшас келіншек бұған күлімдей қарап қаққандай болды. Гүлшат есін жинағандай селк етіп, бүкіл дүниеден пана болары ғана іздеп жатқан қызыл шақаны қолына алды. Топ-толық әппақ мамасын ашып, сипай сүртіп, бісміллә деп ыңғайлай берді. Құрттай тіршілік иесі де осыны күтіп жатқандай емшекке жабыса қалды. Әлде бір ұлы қытық па, жоқ шымырлаған ауырсыну ма, немесе тұла бойы тұтас шарпылған діріл ме, әйтеуір бір белгісіз сезім денесін баурап бара жатты. Біресе өзі емес, жолдасын емізіп отырған Қалимаш енесі екен дей ме, әйтеуір кіресілі-шығасылы суреттер дөңгелеп түсініксіз күй кешіп отыр. Гүлшат-ау, Гүлшат, сенің емшегіңнен сүт шығып жатыр ғой. Ой, құдірет, бұндай да болады екен. Жаратушы иеміз енді бізге бала беретін шығар. Сен идің ғой, сен нағыз ана болдың. Кішкене қызымыздың артынан ілесер інісі болар-ау, деп күбірлейді жолдас. Оның сөзі бірде атасының айтқаны сияқты боп естіле ме, қалай, келіншектің көзінен аққан жас емшегіне тамып жатыр.